Мандела эффектісі – интернет дәуіріндегі ұжымдық жалған естеліктер құбылысының тарихы. Ельцин «мен шаршадым және мен кетемін» деп айтпады. Ал Дарт Вейдер «Люк, мен сенің әкемін» деген сөйлемді айтпады. Бірақ ақыл басқаша айтуы мүмкін. Жақында интернетте Мандела эффектісі туралы көбірек айтылып жүр. Бір-бірін білмейтін көптеген адамдар жалған естеліктерге ие болуы бұл ұжымдық жады феномені деп аталады. 2019 жылы бұл құбылысқа байланысты көркем фильм түсірілді. Ал құбылыс мысалдары әлеуметтік желілерде тұрақты түрде таралады. Біреу монополиядағы байдың жұмыс үстеліндегі монокөлді киетінін есіне алады. Ал басқалары покемон Пикачу құйрығы қараушымен безендірілгенін растауды іздейді. Мандела әсерінің артында не жатқан туралы көптеген теориялар бар. Абсурдтан бастап өте ақылға қонымды ғылыми түсініктемелерге дейін. Пайда болу тарихы. Мандела эффектісі алғаш рет 2009 жылы DragonCon'да талқыланды. Бұл ғылыми фантастика мен фантастика әуесқойларының конгресі. Бірнеше адам 1980 жылдары түрмеде қайтыс болды деп ойлаған Оңтүстік Африка президенті және қара нәсілді құқық қорғаушы Нельсон Манделаны жерлеу рәсімін еске алды. Шындығында Мандела 1990 жылы босатылды. 1994 жылдан 1999 жылға дейін ол Оңтүстік Африканың президенті болды және тек 2013 жылы қайтыс болды. Әңгімеге мистикалық блогер және өзін сипаттайтын табиғи кеңесші Фиона Брум кірді. 2010 жылы ол Мандела әсерін талқылау және қанша адамның ұқсас естеліктерді бөлісетінін көру үшін веб-сайтты ашты. Жалған естеліктердің мысалдары Оңтүстік Африкалық саясаткердің жалған өлімімен шектелмейтіні белгілі болды. Бірақ әркімнің өз түсіндірмесі бар. Мен шаршадым, мен кетемін. Ельциннің отставкаға кетуі. 1999 жылы Ресейдің бұрынғы президенті Борис Ельциннің жаңа жылдық сөйлеген сөзінде айтқан қоштасу сөзі көпшіліктің жадында «мен шаршадым» және «мен кетемін» деп сақталды. Шындығында ол былай естілді. Бүгін өткен ғасырдың соңғы күні мен кетемін. Мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Ресейдің тұңғыш президенті музейінің қызметкері Людмила Старостова жалған естелік Ельциннің сыртқы келбетінен туындады деп есептейді. Оның айтуынша, ресейліктердің көпшілігі президентті теледидар арқылы түсірген кезде шаршаған көрінеді деп ойлаған. Бірақ ең алдымен жалған жадының пайда болуына КВН қызметкерлері кінәлі. Бұл туралы көңілділер мен тапқырлар клубының президенті Александр Масляков айтты. Оның айтуынша, әзілкештер басты саяси оқиғалардан бір жыл бұрын Ельциннің кетуі туралы әзілдесіп, кейін бұл тірке сөзінше мемге айналды. Салем Кларис, Ганнибалдың сәлемі. 1991 жылы шыққан «Қозылардың үнсіздігі» фильміндегі Ганнибал Лектердің ФБР агенті Кларис Старлингке жазған «Сәлем Кларис» желісі ойдан шығарылған. Оның орнына ол Старлингпен алғаш кездескен кезде «Қайырлы таң» дейді. Бірақ «Сәлеметсіз бе, Кларис» деген сөзін көп адамдар есінде екенін қалай түсіндіруге болады? Бұл қарапайым. Көпшіліктің есінде Лектердің Старлингпен амандасып, анау немесе басқа диалогта әуезді үнмен «Кларис» деп айтқаны. Осылайша, жат мәтін мәнді қанықтамаларды пайдалана отырып, қолжетімді деректер негізінде нәрселерді қайта жасауға тырысады. Кузьканың анасын көрсетеміз. Хрущев және қорқытулар. 1960 жылы Біріккен ұлттар ұйымының отырысында саған Кузьканың анасын көрсетеміз деп айғайлап, аяқ киімін үстелге қағып алған Никита Хрущев туралы әңгіме ұзақ уақыт бойы ұжымның жадында сақталды. Алайда мұндай оқиғаның нақты дәлелі жоқ. Хрущевтің ұлы Сергей аңыздың шығу тегі туралы екі нұсқасы бар дейді. Бірінші жағдайда кіші Хрущев The New York Times тілшісі Джеймс Ферронға сілтеме жасады. Газет қызметкерінің мақаласына сәйкес, Никита Хрущев үстелді аяқ киіммен емес, жұдырықпен ұрған. Жиналыстың басқа мүшелері де солай істеді. Ол аяқ киімнің басын сипап, үстел үстіне қойды. Сергей екінші дерек көзді сол күні кездесуге қатысқан Біріккен ұлттар ұйымының қызметкері деп санады. Оның айтуынша, саясаткер өз орнына бара жатқанда, журналистердің бірі оның өкшесін басып, соның салдарынан аяқ киімін аяғынан ұшып кеткен. Әйел аяқ киімін алып, Хрущевке берді. Бірақ ол тез кие алмады, сондықтан аяқ киімді үстелге қойды. Қабағын түйіп немесе жымиып тұрған Мона Лиза. Мона Лиза күлімсіреуі Леонардо да Винчи картинасының ең көрнекті детальдары болып саналады. Және 2018 жылы Гарвард клиникалық және пәнаралық орталығы мен Санта-Барбарадағы Калифорния университетінің сарапшылары әйелдің гипотериоздан қалқанша безінің гормондарының
жетіспеушілігінен зардап шеккенін айтты. Бұл ауру бұлшықет әлсіздігінен туындаған сәл жартылай күлімсіреудің болуымен сипатталады. Дегенмен көпшілік Джаконданың суретте қабағын түйіп тұрғанына сенеді. Аризона мемлекеттік университетінің когнитивтік психология кафедрасының ассистенті Джин Брюер Мона Лизаның деконструкциясы басқа картиналардың фрагменттерімен бос орындарды толтыруды қамтуы мүмкін деп санайды. Оның ойынша, адамдар картиналардың мұңды кейіпкерлеріне қарап, сол арқылы көркемдік ортаның статистикалық заңдылығын қабылдауға дағдыланған шығар дейді. Картиналардағы адамдардың қаншалықты жиі қабағын түйетіні немесе күлетіні туралы статистиканы қарау қызықты болар еді, дейді Брюер. Люк, мен сенің әкеңмін, дейді Дарт Вейдер ұлына. Дарт Вейдер ешқашан Люк, мен сенің әкеңмін деп айтқан емес. Жақсырақ дыбыстау үшін бұл фраза әртүрлі комикстерде, мультфильмдерде, мемдерде қолданылған. Бірақ шын мәнінде Вейдер жоқ, мен сенің әкеңмін деді. ақш-тағы штаттардың айнымалы саны. Көптеген адамдар ақш-та 51 немесе 52 штат бар деп санайды. Шындығында олардың саны 50. Бұған ақш туындағы жұлдыздардың саны да дәлел. Мемлекеттердің санына байланысты жалған естеліктерді географиялық сауатсыздықпен дұрыс түсінбеумен түсіндіруге болады. Кейбіреулерге округ болып саналатын Колумбия және аумақтық мәртебесі бар Пуэрто-Рико кіреді. Танымал автомобиль брендінің логотиптері. Көптеген адамдар Ford, Volvo және Volkswagen логотиптерін олардан азырақ егжей-тегжейлі есте сақтайды. Ford мысалы, F әрпінің бұралуы жоқ. Volvoның көрсеткі жоқ. Volkswagenде V және W әріптері арасындағы айырмашылық жоқ. Бұл шатасудың тамаша мысалы. Осы логотиптердің пайда болуы туралы естеліктерді жаңғыртып, Ми оның пікірінше елеусіз бөлшектерді өшірді. Мандела эффектінің пайда болуы туралы теориялар. Жалған естеліктер немесе жатын шатасу теориясы. Кейбіреулер естеліктер қайталанған кезде есте сақтау қабілеті күшейеді деп есептейді. Шындығында бәрі қиынырақ. Әрбір жады ми нейрондарының желісінен тұрады. Жадтың мидағы орналасуын энграмм немесе есте сақтау ізі деп атайды. Тәжірибе арқылы ұқсас естеліктерді бар нейрондар топтары бір-біріне жақын орналасқан схема түрі жасалады. Жадты қайта тірілту оның есте сақтау өзін құрайтын нейрондарды қайта белсендіреді. Осылайша нейрондардың жақын топтары да белсендіріліп, жаңа байланыстар құрайды. Өзгертілген тізбек кейінірек қайтадан тұрақты болады және жадта жаңа жады күшейтіледі. Бұл құбылыс Дис-Родигер-Макдермот парадигмасымен сипатталады. Психологтар адамдарға төсек немесе шаршау сияқты байланысты сөздердің тізімін береді және оларды біраз уақыттан кейін қайталауды сұрайды. Әдетте субъектілер бір тақырыпқа қатысты, бірақ бастапқы тізімде жоқ сөздерді еске түсіреді. Ұжымдық жалған естеліктер адамдардың қабылдауы қиын ақпарат ауыртпалығын жеңілдетуге, сондай-ақ естеліктерге қалыптасқан бос орындарды өз болжамдарымен толтыруға ұмтылуы. Сынған телефон теориясы. Мандела эффектісінің пайда болуының нұсқаларының бірі адамдардың ақпаратты бұрмаланған түрде кейде еріксіз жіберуге бейімділігі. Әңгімелесушіге бірдеңені айтып бергенде адам оқиғаны әсерлі ету үшін әсірелеп, әсемдеп, тіпті фактілерді ойлап таба алады. Демек, адамдар бір-біріне еш күмәнсіз жеткізетін жалған әңгімелер бар. Әдетте барлық естеліктер қайта құрылады. Сондықтан олардың неден жасалғанына байланысты шындық, фантастика немесе қоспа болады. Бұған мысал ретінде американдық когнитивтік психолог Джим Куанның сотта жоғалған тәжірибесін келтіруге болады. Куан отбасында балалық шақтағы 4 оқиғаны айтып берді. Солардың бірінде ағасы сауда орталығында адасып қалған. Бұл әңгіме толығымен ойдан құрастырылған. Алайда психолог ағасы жоқ әңгімеге сеніп, тіпті біраз жайттарды да қосты. Жалған жаңалықтар да адамдардың үлкен топтарындағы жалған естеліктердің кінәсі болуы мүмкін. Psychological Science зерттеуіне сәйкес, адамдар жалған жаңалықтарды көргеннен кейін, әсіресе оқиғалар олардың саяси немесе басқа да нанымдарына сәйкес келсе, жалған естеліктер қалыптастырады. Кейбір естеліктер жаңалықтарды оқығанда өздігінен пайда болады. Белгілі бір ақпаратты қабылдаған кезде бізге әрқашан оған тиесілі болып көрінуі мүмкін. Параллель әлемдер және кванттық өлместік арасында жылжу. Өзін-өзі сипаттайтын паранормальдық сарапшы Фиона Брум жалған ұжымдық естеліктерді көптеген параллель әлемдердің болуымен түсіндіреді. Олар кванттық механиканың көп дүниелік интерпретациясынан алынған деген болжам бар. Ол интерпретацияның мәнін былайша көрсетуге болады. Тоғы электрондар, фотондар және басқа да кванттық бөлшектер толқын сияқты әрекет етеді. Бірақ егер сіз оларды бақылай бастасаңыз, олар бірден бөлшектерге құлайды. Яғни бақылауға дейін бұл бөлшектер бір уақытта көп жерде болатын сияқты.
Ал бақылау кезінде адам немесе құрылғы оны бақыласа, бір жерде бір ғана бөлшекті қабылдайды. Физикада толқынның бөлшекке ыдырауы нақты процесс деген пікір бар. Бірақ көпдүниелік интерпретация құлаудың мүлде жоқ екенін айтады. Бақылаушы жай ғана параллельді ғаламдардың біріне кіреді. Онда ол белгілі бір жерде бөлшекті көреді. Бірақ шын мәнінде ол көптеген параллель ғаламдарда бір уақытта көптеген жерлерде болуды жалғастыруда. Шрёдингердің мысығы мен шын мәнінде мысықпен жасалған ойлау тәжірибесі туралы дәл осындай нәрсе айтылады. Жабық қорап ішінде мысық пен улы газ бар ыдыс бар. Сондай-ақ қорапта радиоактивті атомы бар механизм бар. Егер атом ыдырайтын болса, бұл мүлде кездейсоқ және болжау мүмкін емес оқиға. Онда механизм контейнерді ашады және мысық өледі. Егер ол ыдырап кетпесе, мысық тірі қалады. Қорапты ашпас бұрын мысық күйлердің суперпозициясында болады. Ол бір уақытта тірі және өлі. Көп дүниелер түсіндірмесі атомның ыдырауы ғаламды екі параллельді нұсқаға бөледі. Олардың бірінде мысық тірі, ал екіншісінде өлі болады. Бірақ жалпы алғанда мысық өлмейді. Өйткені атом ыдырамайтын және мысық өмір сүруін жалғастыратын ғалам әрқашан бар. Бұл кванттық өлместіктің мәні. Атомның әрбір ыдырауымен Шрёдингердің мысығы атомы ыдырамаған ғаламға жылжиды және ол тірі қалды. Өйткені ешбір тірі организм өзін өлі сезіне алмайды. Фиона Брум оның Мандела туралы естеліктері жалған емес деп санайды. Ол басқалар сияқты оның ерте қайтыс болғанын еске алып, қазіргі әлеммен қандайда бір түрде қиылысатын параллельді әлемде болды. Адрон коллайдерінің әсері. Егер кванттық өлместік теориясы физикадан алынған фактілерімен расталса, адрон коллайдерінде бәрі жұмбақ. Бұл теорияны ұстанушылар үлкен адрон коллайдері ұшылған кезде ғалымдар қара тесіктерге ұқсайтын және параллель ғаламдарға жылжи алатын аса ауыр бөлшектерді жасай алды деп санайды. Және бұл ғаламдарды бір-бірінің үстіне қоюдың нәтижесі дәл сол Мандела эффектісі болып табылады. Жалған естеліктер кейде оң мәнге ие болады деген идея күшейе түсуде. Мысалы, психолог Мархоу және оның әріптестері жалған естеліктер әлеуметтік қарым-қатынастардың дамуына ықпал етеді деген қорытындыға келді. Өткенімізді бұрмалау басқалармен эмпатия және жақындықты дамыту арқылы әлеуметтік қарым-қатынастарды дамытуға көмектеседі дейді. Ал психолог Роб Нэш жалған естеліктер адамның шығармашылыққа бейімділігінің бір тармағы болуы мүмкін деп санайды. Өнердің көп бөлігінде көптеген басқа көздерден алынған және қайта оралған идеялар және мотивтер бар екеніне сенімдімін дейді. Осылайша сіз естеліктерді жасау және шығармашылық идеяларды жасау арасында параллельдер жасай аласыз. Нэш 2014 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің психологтары көптеген невроздарды жалған естеліктердің көмегімен емдеуге болады деген қорытындыға келді. Эксперимент аясында сарапшылар гипнозды жалған естеліктердің көмегімен субъектілерді шабыттандырды. Нәтижесінде психологтар сынаушылардың өткенге қатысты теріс көзқарастарды оңды көзқарастармен алмастырылып, өзін-өзі бағалауы артқанын атап өтті. Басқа ғалымдар есте сақтау қабілетінің өзгермелігі қандайды бір түрде болашақты елестету қабілетімен байланысты болуы мүмкін деп санайды. Стивен Дюхерс пен оның әріптестері эксперимент арқылы адамдар демалысқа дайындалу сияқты алдағы оқиғаны елестеткен кезде жиі алған естеліктерге ие болатынын көрсетті. Бұл біздің миымыздың естеліктерді жалған мәліметтермен толтыруына әкелетін процестер теориялық тұрғыдан мүмкін болашақтарды модельдеуге, ықтимал мәселелердің шешімдерін табуға және сыни жағдайлардың дамуын болжауға көмектесетінін білдіреді. Есте сақтау мен қиял арасындағы байланысты неврологтар да байқады. Мысалы, Донна Роуз Аддис тобы өткенді де, болашақты да елестететін субъектілердің ми белсенділігін талдау үшін МРТ сканерін пайдаланды. Мидың ұқсас бөліктері екі процесті де белсендірілетіні анықталды. Ғалымдардың гипотезасы дұрыс болса, біздің жадымыздың пластикасы мүлде кемшілік емес, адамдарға бейімделуге мүмкіндік беретін қасиет. Ал адамзат болашақта бұл мүмкіндікті қалай пайдалана алатынын кім білсін.